tak dereceli taktığı görsetkişte bulutlar taktığı görsetkişte olsa birden dereceye kötürüz alırız. Tengliktin iki jarında 3. dereceye kötürüz. Sonunda 3. dereceli turasında x minus 1'din 3. derecesi ülkün 1 minus x'in 3. derecesi. Енді бұдан төгілген дәреже біліндіріледі x минус 1 үлкен 1 минус x'in 3 дәрежесіне. Теңдіктің бір жағын жинайық. x минус 1 минус 1 минус x'in 3 дәрежесі үлкен 0 дейді. Мына жерде минус 1-ді жақшаның сыртына шығарсақ, жақшаның минустан басын шығарып жіберсек, мындай түрге келтіреді. Минус x минус 1 плюс x минус 1-дің 3 дәрежесі үлкен 0-ден түрге келтіреді. Осыдан x минус 1-ді жақшаның сыртына шығарамыз. x минус 1 мына жерде 1 қалады плюс x минус 1-дің квадраты үлкен 0-ден. Екі көбейткіштер бешіктелді. X минус 1 көбейткіші, екінші көбейткіші 1 плюс x минус 1-дің квадраты. Енді бұл 0-ден үлкен болу үшін бірінші жағдай x минус 1 0-ден үлкен болу керек, және x минус 1-дің квадраты плюс 1 0-ден үлкен болу керек. Мына жерде қосылыстардың орындарын ауыстырып жатыр. Бұдан шешім шығады. Квадрат барлық кезде 0-ден үлкен болмаса тең, ал оған 1-ді қоссақ, ол 0-ден үлкен. Екінші теңсіздіктің шешімі барлық x-тар болады. Ал бірінші теңсіздіктің шешімі x үлкен 1-ден, теңсіздіктің екінші жағдай шығармыз. Міне бір жағдайда шешім шықты. Енді екінші жағдайда екеуі де теріс болу керек, көбейтінді оң болу үшін. Екінші жағдайын қараймыз. X минус 1 кіші 0-ден, және x минус 1-дің квадраты плюс 1 кіші 0-ден болу керек. Бұл көбейткіштердің екеуі де 0-ден кіші болған кезде көбейтін 0-ден болады. Алдыңғы айтқанымыздай, бірінші теңдіктің шешімі бар, x кіші 1-ден болады. Екінші теңдіктік барлық кезде 0-ден үлкен, немесе 1-ден үлкен болмаса теңдік қарастыруға да болады. Себебі квадрат 0-ден үлкен саналады, оған 1-ді қоссақ, тағы 0-ден үлкен, 0-ден кіші болу мүмкін емес. Сондықтан екінші теңдіктің шешімі жоқ. Жалпы жауабы бірінші жағдайдағы шешім x үлкен 1-ден болмаса 1-ден плюс шекітке дейінгі аралық болады.